Қазір менің сөзімнен кейін Әл-Асқарды бітірген Наиб имамның шаттырғанын тыңдаңдар. Бұл надан дүмше молда оқысаң сауап алатын, оқымасаң күнәсі жоқ қосымша намазды Аллахтың шариғатында бар парыз намаздан жоғары қойып отыр. Сонда парыз намазын оқысаң, жын шайтан сені ұрып, саған тиісіп кетеді де, егер қосымша намаз оқысаң, жын шайтан саған тиіспейтін болып шыққаны ма сонда? Бұл нағыз шайтанның шаттырағы ғой бұл. Кімде-кім духа намазына 4 ракағаттық духа намазын оқуға жалғастыратын болса дейді. Күнделікті соны шамасы келгенше оқып жүретін болса, 4 ракағат. Духа намазын 2 ракат деп тұрған жоқ бұл жерде. 4 ракат оқуды жалғастыратын болса дейді. Ла юқарибул джин. Ол адамға жын әсер етпейді дейді.